Депутат Паяев Айбек Найымбекұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Біздің партияның депутат сауалы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Смайыловқа. Құрметті Әлихан Асханұлы, депутаттық сауалдағы мәселе егістік пен жайымдылық жерлерге байланысты. Жер ауыл тұрғындарының негізгі кәсіп көзі. Сол кәсібінің арқасында халық өз тұрмысын өзі көріп келе жатыр. Елді мекендердің жанында орналасқан егістік пен жайымдылық жерлерді тиімді пайдалану мәселесі осы уақытқа дейін түбегейлі шешілген жоқ. Ауылдарымызда әр қорадан өріске шығатын ауыл тұрғындарының азды көпті малы бар. Олар ауыл маңындағы жайымдылық жерлерде бағылуы тиіс. Бүгінгі таңда түрлі себеп салдардан ауыл тұрғындарының мал бағатын өріс қалмай, жайылымға жер таппай отыр. Алайда бұған уәкілетті органдар өз тарапынан шаралар қолданып жатқанын алға тартқанымен, елді аралап, халықпен кездесіп, бұл жағдайды өз көзімен көрген біздің партия олардың кешенді жұмыстарын өте тиімсіз деп санайды. Бұл мәселедегі басты проблеманың бірі жерлердің кепілдік ретінде банктерге өткізілуінде болып отыр. Біз жердің қолдан қолға сатылып кетпеуін болдырмауымыз қажет. Халық үшін ауыл шаруашылық жерлерінің банктерге кепілдікке қойылуы өте қауіпті жағдай. Жасыратыны жоқ, ауылдағы жерлер жеке меншікке айналып кетсе, ауыл тұрғындары жерсіз қалады. Атап айтқанда, Ақмола облысы Зеренді ауданының Өркен ауылындағы 302 ауыл тұрғынына тиесілі 305 гектар егістік жер екінші деңгейлі банкке кепілге қойылған. Осындай жағдай солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының Светлое, Қарақамыс, Дәуғара, Бірлестік, Егіндағаш ауылдарында да 883 үлескердің жерлері банкке кепілге қойылып, ауыл тұрғындары өз жерлерінен айырылып қалған. Екінші бір жағдай, Түркістан облысы Қазығұрт ауданында Сынтас, Жұмысшы, Үшбұлақ, Қарабау ауылдарының тұрғындары шаруашылықтағы 4820 бас ірі қара, 13938 қой ешкі, 2035 бас жылқы малдарын бағу үшін жайылым жер іздеп таба алмай жатыр. Осынша малды бағу үшін 3-4 мың гектар жайылым жер қажет. Жер меншікке өтіп кеткен. Ақмола облысының Амангелді, Қорғалжын, Егінтікөл ауылдарында да осындай мәселе. Мал көп, бірақ жаятын жер жоқ. Осындай өзекті мәселелер Қазақстанның барлық өңірлерінде бар. Оны біз кеше халықпен кездескен кезде көрдік. Осыдан сұрақ, 9-шы орында алатын дүние жүзінде мемлекетіміз бар, жер көп, бірақ та жайылым жер халыққа шешілмей отыр. Бұл бағыттағы жұмыс енді сапалы жүзеге аспайтын болса, халық тағы да тұғырыққа кірген сияқты. Жоғарыда айтылғандардың негізін ескере отырып, ауыл тұрғындарының қажеттілігіне арналған егістік, жайылымдық жерлердің жеке меншік иелігіне өтіп, сатылып кетпеу үшін осы мәселеге байланысты біздің партия төмендегі ұсыныстарды айтады. Біріншіден, несие беруші банктердің қаржы ұйымдарының ауыл шаруашылығы нысанындағы егістік, жайылымдылық жерлерді кепілдік ретінде алуына, адамдардың жерді кепілдікке қоюына тыйым салу және тиісті нормативті құқықтық актілерге өзгерту енгізу мәселесі. Екінші, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігіне ауыл шаруашылығына қатысы жоқ ұйымдардың иелігіне, меншігіне өтіп кеткен жерлерді қайтарып алу шараларының жоспарын әзірлеуі. Үшінші, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігіне бас прокуратурамен бірлесіп, ауыл тұрғындарына берілген жерлердің қолдан қолға сатылып, кепілге қойылып, банк меншігіне, жеке меншікке өтіп кеткен жерлерді кері қайтару шараларының жоспарын әзірлеуді тапсыруыңызды сұрайды. Осы мәселенің бәрін заңға сәйкес жазбаша түрде біздің партияға беруіңізді сұраймын. Рахмет.